Қайырлы таң, достар. Таңды осылай бастап жатырмыз. Таңды қойым, ғабет болып кеткен. Дәл қазір біздің Вентамен не болып жатыр? Жұмысының жаңағы дәрежесі қай жерге жетті, қанша жер істеліп қойды деген сияқты сұрақтарға жауап беруге, соның бәрін қазір білуге кетіп бара жатырмыз. Бұйыртса, негізінде жаңа телефонмен хабарласқанда уже жұмыс толық кірісіп бастап кеткенбіз деді. Енді соған баға беруге барамыз қазір. Программа «Милости просим». Буду вас ждать абсолютно всех. И супанчик называется страница. Санша! Браво, браво, один! Браво, Ты прям вот цветочный, да? Что, здесь полоса поделали? Как ты вот это делаешь? Достар, бір ең маңызды момент. Мына жаншаны көрсетіп қой. Жаншаны істеген идеальный жұмысын көрсетіп. Наңғарың берге. Наңғарың. Мына полдың астында өзінің андай узорлар болады, білесіңдер. Соны заводской қылып келтіріп, осындай қылып істеп, енді бар өнерін салып жатыр. O zavod görse özü çarçadı. Иә, завод көрсе шошып кетеді. Мына астында мынандай узорлар жоғары жағындағы да тура заводтан шыққандай сондай болады. Енді былайша айтқан кезде, ертең көріп біткен кезде бұл кесіп салынғаны деп білмеймін. Вообще незаметно. Екіншісін қойып отыр, жақыннан кетіп. Қойып жатыр. Енді достарымның астын бәрін кесіп сығанға сіздер ойламайды. Ешқандай контракт көтере алмай қалады, сондай болады. Контракт көтеретін деп істеп береді. Асты жағы көтерені болады. Ешқандай кетіп дегенде кесіп сығанға контракт көтеретіндей усиленный жасап беретін болады. Мына шіріктерді көріп тұрсыңдар ма? Мына жер шіріген, ана жер шіріген. Енді қол жеткен жердің барлығын ауыстыратын болады. Жаңа, мынау ерекшелік, жаңа да айтып өттім, мен тағы бір рет қайталай салайын. Мына өзінің узор болады, сол узорға келтіріп тұрып, жақсылап жасап беріп жатыр. Жаншаға енді отдельно рахмет. Бұл жігіт енді кастопрофтардың ішіндегі ең супер десем де болады. Мына жұмысын енді ертең біткеннен кейін өздеріңіз тағы да бағалап жібересіздер. Әзірге басталған жұмыс, істеліп жатқан жұмысты көрсетіп жатырмын. Мен Вентаны тастап қойғаным жоқ, жұмыс кетіп жатыр. Жаңа да ерекшеліктерін де айтып өттім. Вента бұйыртса идеальный болып шығады. Уайымдамаңдар. Второй лист пошел. А? Второй лист пошел. Второй есть? Да, не. Вторник следующий, да? Құдай қаласа, иә? 4 күн, 3 күннен 4 күн қалды. 6 жұмыс істеп жатырмыз ғой. Мен емес, аңшысымен. Яздесін oldu. Соңғы роликте айтқан едім, бүгін алып кетеміз деп. Мына сол күн әлі біткен жоқ. Біз назаттарды алып кетеміз. Мына 4 дөңгелегі бар, жаңа мен айтып өткем. Мына 4 танка дискісі, жақыннан көрсете сал. Толық крышасы бәріне біз айтқан аппараттарын, осы аппараттарын ауыстырып, орнына салатын боламыз бұйыртса. Ең нашар жер деп тұрған осы пароктардан соларды кесіп, орнына саламыз бұйыртса. Ана нені алып қойып? Помпа. Помпа жаңасы, помпасы да жаңа. Короче, бүткіл бәрі, мотор бүткіл бәрі.
жаңа полностью бәр нәрсесі ма? Достар, бәр нәрсесі жаңасынан қойып. Ну, былайша айтқан кезде полный Запчастың бәрін қымбат алған, жатсың арзан алған. Мен өзім айнемді ойлауым болды. полный капитал дейсің. Саған бұйыртса жаңа мотордың майы, антифриз. Бар ғой мына жерде алады, магазин бар ғой. Сен онда аласың, біз ақшасын айтасың, саған не аласың ғой? Бер салып жүрміз. Сонымен бітті. Достар, біз қазір қай жерде, қандай аясында тұр деп ойласаңдар, ол пазлдың жұмыс істейтін жері, электрик жағынан болса, пазлға келем. Енді осы жерде қазір номер шығады, сол номерге хабарласып, электроника жағынан бір ақаулар болса, міндетті түрде хабарласып біле берсеңіздер болады. Енді бұл жігіттің жұмысы да қымбат деп айта алмаймын, өзінің бағасы бар, и достойный соған қарай жұмысты істеп береді. Инстаграм бар ма? Бар ма? Мына жерде шығады. Достар, міне ойынға қалды. Біз өзімізді заттардан арттық. Все. Енді бұйыртса көлікті жүргізіп тұрып алып кетеміз. Достар, дәл қазір Фазылға бара жатырмыз. Енді моторын жинап, дайындап қойдық дейді. Бізде бір деталь қалған, антифриз жаңағы радиаторға қосатын бір патрубок қалған. Сол патрубокты алып барып береміз. И радиаторды, основной радиаторды қосып, енді бүкіл комплектін жинап, қозғалтқыштың оталдыратын боламыз. Сол жерде жүргізіп, ары бері. Енді бәрін айта бермейін, өздеріңіз көретін боласыздар қазір. Біліп тұрмын, комментарийда оқып тұрмын, енді көбісіне BMW E36 ұнамады, бізге ол бағасымен ұнады. Енді бұл жерде бізге плюс жағынан көп келіп жатыр ғой, дұрыс па? Қара, Айдар, бірінші мотор көлікті жүргізіп берем деді, ол уже жүргізіп қойды, дайындап қойды. И то жаңағы қозғалтқыштың барлық жаңағы запчастары, капиталкасының бәрі жақсы бағада алынған, енді сапалы нелер, жаңағы саймандар. Запчастар. Қосымша оған титановый диск береді бізге. Соның өзінде біз ұтып тұрмыз ғой. Ана диск сатып жүрген өзінде бір бопты 50 мың дейікші грубо, машина 250-ге түседі. 50 мыңға салып жүргенде. 250 мыңға бұндай BMW жүріп тұрған автомат. Ең бастысы біздің жаңағы достар, біздің қызыққанымыздың тағы бір себебі ол автомат болған екен. Механика болғанда не стоит деп алуға, басында бірінші сұраған кезде бірінші сұрақ не болды? Фазыл автомат па, механика ма деп автомат деген кезде можно посмотреть. Бізге еще үлкен плюс болған Фазыл жинады, автоэлектрик. Электрик, өзі электрик. Түсініп тұр дейсің ғой. Мән-жайдың бәрін анықтап. Жинаған кезде фишка қалдырмай, тастамай жинайтын шығар. Жоқ, Фазылдың жұмысын білемін, оған бірнеше рет келдім ғой. Ол жақсы жұмысын тиянақты жасайды. Енді ол біраз уақыт кетіп қалды ғой ауылына. Енді келді, қазір жұмысын бастап отыр. Жалпы достар, мен осы жаңағы Фазыл деген жігіт енді қазір сәлден кейін адресін біліп, өзі айтатын болады. Негізі электроника жағынан жаңағы қажетті бір жақсы маман таба алмай жатсаңдар, мен сендерге смело Фазылға келіп көрсетіңдер деп жаңағы ұсыныс бере аламын.
Уф дейсің. Ауф дейсің. Хорошо. Біздің виновник торжества қайықта. Пазл. Бәрі бөлек құртқан адам қайықта, бәрі бөлек құртқан адам. Ана 16-8 резинасы нормально жоқ па? Оған уже план құртысыз. Ана диск сатып жүрген өзінде бір опыты 50 мың дейші грубо, Ол титанды дисковыз уже план қойыпса. Титан қалай басып? Мәжінде. Күн өзгерді ма? Конечно, өзгереді. Аккумулятор қайда? Трубка қайда ма? Алған жақсы. Трубканы алып келдік, бірақ аккумулятор алып келдік. Аккумулятор басқа машинадан, мен басқа машинадан келдім. Жоқ, оталтырып, мына вентиляторларны тексеріп, потом шығарамыз деген сол. Аккумулятор шешеміз бе? Десеміз. Не, В первую очередь, мынау шлангы керек қазір. Жүр шлангын да алып келейін. Аккумулятор шешіп. Все, брат. Можешь выключать. Бол, брат. Ахмет. Енді өшірмей. Болды, брат. Болды, шабытым ашылды. Мынау жетпейді. Мынау зат жетпейді, патрубы. И қазір аккумулятор береміз, сонымен оталдырамыз бастап. Қазір май барады дейді. Жоқ, май құямын. Мен майды Әлі май құясың. И потом уже нормально. қазір гидрокомпенсатор бәрі жаңа ғой. Ішіне ол качать етіп алу керек, ана ішіне кіру үшін. И соны мягкий болады. Ондай дауыс шықпайды. Ондай дауыс шықпайды, нормально болады дейді. Так что шошмаңдар достар, қазір нормально болады. Нормально, да? Енді жаңа ғана компенсаторына май барса, қозғалтқыштың дауысы өзіне келеді, одан да күшті болып істейді. Ана өзінің аккумуляторы. Ол новый болады. Жақсы болады. Мынау не антифриз фаза? Бағана ол құйған кезде төгілген ол. Төгілген, иә. А так шығады. А уже воздухына шығарып қойдың ба? Жоқ, бағана шыққан. Дардан шыққан жоқ, әлі шыққан. Отау. Біздің келісім бойынша, ана Айбек, ана Фазыл,
машина қалай от алады, біз расчет жасаймыз десе, дұрыс па? Мына машина өздерін көргенде от алды, бәрі нормально, енді жаңағы кішкене конверсаторға май бару керек, ол да скоро нормально болады, енді жаңадан бәрі салынған екен. Енді пазл мына ақшасы, сендерге үлкен рахмет. Айтқан бәрін, өздері айтқан нәрселердің бәрін істеп берді. Оның үстіне пазл жақында, ертең емес әр күні уже салоны полностью сыртын жинайтын боламыз. Машина мүлдем басқа кейіпке енетін болады. Сол кезде енді оған да пазл, енді Айбектің миссиясы осы жерде бітеді. Ары қарай Фазыл жаңағы біздің салонды сыртқы бейнесін толығымен бітіріп беруге көмектесетін болады. Рахмет Фазыл, үлкен. Айбек, саған рахмет. Міне осы жігіттерге үлкен рахмет. Что там? Уже начинаешь? Нет, просто прицеливаюсь. Сөйлесіп барайық, иә? Иә. Кеше камерада көрдің ғой шыққанына? Астында кетті жамандап. Ештім түсінбедік. Не қылдың, не істедің? Сұрайын соқты. Енді өтпеді, бүйтті, сөйтті деген жамандап атқан сұрақтар көп. Былайша негізі, ол маған, сен енді білесің ғой, маған былай бір адам өтініш жасап, сатып берші деген болатын. Содан өзінің бағасын айтты. Жаңағы маған алтта 3 керек деді ол кісі. Содан жоғары қалатын болса, ол сенікі деп айтқан. Алайда ол алтта 3-те шықпады, алтта 2-ке сатылып кетті. Былайша айтқан кезде ол көлік просто мен контент үшін алдым, қызық болды. Камри ол всегда қызық адамдарға и как бы сол үшін алған болатын басында. Бір жағынан мен пайда көрем деп точно ойламадым, өйткені ол кісінің берген сұрағы 3-ақ күн болатын. 3 күнде сатып берші деген. 3 күнде ол білесің, қазір машинаны сату невозможно, адамдарда ақша жоқ қазір. Енді қайтын өзіміздің простой машиналарға кірсеміз. Не наш уровень, оказывается, не наш уровень это. Әлі жеткен жоқпыз достар онда уровеньға, но бірақ скоро бұйыртса жетеміз. Қазір BMW-міз алып кету керек, Эстодан. Кеше алып кетпекші боламыз. Кеше просто жаңағы вентилятор айналмай қалып, сондай бір-екі нюанстар болды да, оны қалдырып кеттік. Енді қазір таңертең, таң атамына шығып жатырмыз, Эстоға барып, Фазылдан алып кетеміз. И бүгін толық салонын сыртқы жағын бәрін жинап бітіреміз ғой, надеюсь. Үлгеретін шығармыз бүгін түнге дейін. Әйтеуір түнге дейін бүгін бітіріп, ертең клиентке көрсету керек. Ертең бұйыртса сатылып кетуі де мүмкін деген біздің бір үлкен жоспар бар. Сатылып кетсе басқа машина аламыз дегенде уже басқа машина алатын да дайын тұр варианттар. Міне достар, от алып тұр. Енді қазір алып кетеміз. Ары қарай қалай жинап атқанын бәрін көрсетіп боламыз. Жұмыс жетіп жатыр. Көз қорқақ болып жатыр. Бүгін бітіреміз бір десе. Температура көтеріліп жатыр ма? Отвертка жоқ е машинада, е? Отвертка жоқ е? Бар. Ана мына жерден шығарасың. Ені. Қазір берем. Сейчас. Кеше алып кеткенімізде деймін да, жол бойы қатты қиналады. Баратын жерімізде жақын емес, в принципе. Каменкадан Қаскелеңге дейін. Хорошо, что бүгін Фазыл демалыс болды. Қазір аман-есен әйтеуір жеткізсек, үйде ары қарай тағы жақсылап, жаңағы
реттеп бәр нәрсесін. Енді в принципе барғанша біз көп проблемасы өзі білінеді ау, соның бәрін барынша жөндеп ретке келтіретін боламыз. Деген жоқ па? Вроде артынан келе жатырмыз. Жәндегі қара түтін бәрі кетті. Жаңа шыққан кезде байқадың ғой өзің Айдар? Тоже түтін деймін да, айтып отырдым саған. Ну, вроде ол түтіні жоқ енді қазір. Нормально кетіп бара жатыр. Единственное, қазір жолда бізді қинап жатқан қайта-қайта су қайнап кетіп жатыр. Енді помпасы жаңа, помпадан кейін десек. Еще не датчик температура істемеуі мүмкін, ары қарай қайнап жіберіп жатқан. Вентиляторды қазір промой қосып қойдық. Енді қазір барлық жаңағы мінінің бәрі қазір шығады. Соны жөндейтін боламыз. Достар, қазір сендер сұрайтын шығарсыңдар, неғып өзің айдап бармадың деп. Мен специально өзім айдап бармадым. Өйткені Фазыл өзі кішкене түсінеді, білсін, жаңағы минустарын бәрі өзі көріп, өйткені қазір өзі устранить ететін болады оның бәрі нәрсесін. Сондықтан да өзі айдап барып, өзі шығарсын деген оймен өзіне айдаттық. Қазір өзі алып бара жатыр. Достар, мұны көлік келді, үйге кіргіздік. Қазір Фазыл жаңағы салондағы тоқтарын жинап беретін болады, біз салонын жинап бастаймыз. Әзір соны жинап берсек, кейіннен өзі сыртқы несін істей бересің ғой. Сыртының фараларын, жаңағы тоқтарын, жалғау керек тоқтарын біз радиаторды қазір жүк келем ау. Радиаторды өйткені машина қайта-қайта қызып кетіп жатыр. Термостат ашпай жатыр, термостат ашпай жатыр. Машинаға қақсады. Достар, енді түн батып қалды. Үлгергенше үлгердік. Негізі салонның жартысын жинап болдық. Алдын жинап болдық. Қазір мына жердегі боковой поворотнигін саламыз. Жалпы түрі кішкене келді енді машинаға. Бастапқы видынан қарағанда енді өздерің бағалайсыңдар, достар, қалай өзгергенін. Енді машина идеал демеймін, конечно. Но бірақ түрі кеп қалды кішкене.